Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін балықтың уылдырығын пісіріп үйренеміз. Бізге керек тақтай, пышақ, 2 шанышқы, яғни вилка, уылдырық піскеннен кейін салатын ыдыс, ұн, тұз, сковородка, ішіне май құямыз аздап, және астын қосамыз. Майымыз қызғанша біз уылдырықтарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бұл құйын балығының уылдырығы, оны осы күйінде салсақ, ол бір тез сырты пісіп, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Біз сол себептен уылдырықтың ортасынан кесеміз. Осылай барлық істей аламыз. Уылдырықтың ортасын кесіп, мындай котлет көлемді қылып, ортасын ашып аламыз. Ортасын кесіп болдық. Енді біз тұздаймыз. Уылдырықтарымыз тұздап болдық. Енді оларды ұнға малып тұрамыз. Şu уылдырықтың сыртқы қабығы жағынан, кесілмеген жағымен саламыз. Ортаңғы кесілген жағы боларын қамтып қабығы саламыз. Соңғы уылдырығымыз. Şimdi қызарып піскенін күтеміз. Біздің уылдырығымыздың бір жақ беті қызарып пісті. Екінші жақ бетін ауданымыз алайлап. Аудай қысылды. Сәл пісіп уылдырықтарымыз дайын болады. Уылдырықтарымыз екі жағынан дайын болды. Газдың астына өшіреміз. Уылдырықтарымызды асықпен жөнінен аламыз. Егер майы көп десеңіз, ыдыстың ішіне салфетка төсеп, майын сайқалауға болады. Біздің уылдырықтарымыз дайын. Біздің каналға жазылып, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Әлі алдағы уақытта көптеген нәрсені пісіріп үйренеміз.